Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Кеше құрбым айтады, өткен бағдарламаны көрсе керек. Сендердің Қытайдан алдыртып сынап көріп жатқан товарларың өте сапалы, жақсы шығып жатыр ғой. Ал біздің базардан алып жатқан Қытай товарлары сапасыз дейді. Қаншаға алдың десем, арзанға алдым дейді. Арзанның сапасы татымас деген сөз бар ғой. Жалпы Қытайда сапалы товар жоқ деп айтатын жандарға айтарымыз, Қытай сапасы бағасына қарай болады. Яғни, арзан товар алсаңыз сапасыз, ал бағалы қымбат товар алсаңыз сапалы не шығады. Қытай заводтары бір товарды неше түрлі сапада өндіреді, соған қарай бағасын қояды. Қытай сайттарынан қарасаңыздар да, бір товардың астында арзаннан қымбатына қарай неше түрлі баға жазылып тұрады. Көп арзанына қарай жүгіреді, арзан товарды сатып алады, содан кейін айтады, Қытайда сапа жоқ деп. Өздеріңіз білетіндей, Қытайда завод, яғни өндіріс орындары өте көп. Соған қарай ұсыныс та көп, яғни мұнда бәсекелестік басым деген сөз. Ұсыныс көп жерде баға өспейді. Ал ұсыныс аз, бірақ сұраныс көп болған жағдайда әрине баға қымбаттайды. Сол себептен де Қытайда арзан, бізде қымбат. Өйткені біздің елімізде ұсыныстан сұраныс көп. Барлықтарымызда Қытай товарларын қолданамыз. Міне, осы себептен де Қытайдан Қазақстанға товар алып келіп сатамын дейтін жандар болса, біздің елімізден клиент табылары анық. Алдағы уақытта осы біздің Қытайдан алдыртып сынап көріп жатқан товарларымыздың барлығы тікелей эфирде аукцион арқылы сатылатын болады. Әрине сіздерге, сіздер қалаған бағада. Эфирді жіберіп алмас үшін біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше біз бастаймыз, товардың сапасын сынаймыз. Міне, жаңа ғана видеодан өздеріңіз көріп шыққандай, мына сумкаға қазір біз өзіміздің қолымыздағы сумканы ашып сіздерге көрсететін боламыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Вот, міне мынандай арнайы упаковка жасаған екен. Еще шаңға арналған мынандай пакетигі бар. Міне. Көрініп тұрған шығар сіздерге. Мынандай бар сетка, бізде қазір толық обзор, яғни сынақ жасауын көрінетін болады. Міне, просто қараңыздар, сапа қайдан көрініп тұр. Мынаның материалы өте бір сүртіп тастағанға да ыңғайлы екен. Сонымен қатар артық замок, яғни запасный замокпен мынандай кеңдікте ашылады. Міне, мына жақтан көре аласыздар. Және де мына жақта тағы да замок бар, яғни скрытный замок. Мына заттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Еще былай ұстап жүрсе де болады, өте ыңғайлы. Міне, көрініп тұр ғой. Сонымен қатар, міне ремешогында тағы да замок бар. Мына жерде де замок бар. Бұл жерге де бір заттарыңызды салсаңыздар болады. Іліп қойғанға да ыңғайлы. Еще мына жақта терлетпейтін адам денесіне енді жаз мезгілі келе жатыр ғой, терлемеуге арналған мындай ремен орналастырылған екен. Және де мынаны сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша ұзартып, қысқартып алсаңыздар болады. Міне уже үлкен болды. Дәл солай кішірейте саласыздар. Міне барлығы өз қалауларыңыз бойынша мына жерден арнайы алып тастасаңыздар да болады. Мынаны алып тастап, мына жаққа қыстырып, қалай сіздерге қай беттен ыңғайлы, солай жасап ала бересіздер. Сапасы өте жақсы, менің өзіме ұнап тұр. Алдыңғы бөлігін толық таныстырдым. Ендеше кеттік артқы бөлігі, яғни ең негізгі бөлігіне оралайық. Мұнда тоже екі замокпен міне ашып жапсаңыздар болады. Ішін ашқан кезде мынандай екі замокпен, мына жерде замок бар, және де мына жақта тағы да бір қалтасы бар. Негізгі артықшылық десек те болады. Мына жақтан барсетканы асылып алып жүре бересіздер. И мына жаққа барсетканың ішіне пауэрбандқа мынаны тығып қойып, салып қойсаңыздар болғаны. И мына жақтан уже USB-іңізді тығып алып, телефондарыңызды зарядтай бересіздер. Көрініп тұр ғой, міне, мына жақтан зарядтай берсеңіздер болады. Сонымен қатар, мына жерде арнайы өздеріңіздің мүліктеріңізді қорғау мақсатында құлып салынса болады.
Міне көз алдарыңызда Қытайдан келген мынандай барсеткаға, хит товарға, жаңадан шығып жатқан өнімге толық обзор жасап шықтық, толықтай сынақтан өтті. Бізге өте ұнады. Менің ойымша қарасаңыздар, міне материалын қарасаңыздар да бір су өтпейді, ешқандай да бір не болмайды, сүртіп алып, кір болып қалған жағдайда да қолданып жүре бересіздер. Сонымен қатар өзіне тән артықшылықтары өте көп екен. Өте ыңғайлы, негізі күшті. Және де ерлерге де, әйелдерге де арналған әртүрлі цветтерден бар, өте көлемді, бірақ ішіне өте көп зат сыяды. Бір сөзбен айтқанда, толықтай көңілімізден шықты. Жаңа ғана көрген сумкаларыңыз, яғни мына барсетка менің қолымда тұр. Біз бұның Қытайдан қымбаттау бағасын таңдадық, тым арзан емес. Сол себептен де өте жақсы сапада келіп отыр. Ал егер де әрине өздеріңіз білетіндей тым арзан таңдасақ, сондай сапада келуші еді. Сондықтан да сіздерге сапалы және бағалы дүниелерге ұмтылуларыңызға шақырамын. Алдағы уақытта тікелей эфирде осы барсеткалар сіздерге сатылатын болады. Өте арзан бағада. Неге арзан десеңіз, біз ешқандай делдалсыз тікелей Қытай заводтарынан товарларды алып келіп сатамыз. Міне осы себептен де арзан. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бізде баға қанша болады? Комментарийға жаза кетіңіздер. Делдал деген кім? Олар қалай жұмыс жасайды деген сұраққа Еркін мырза мынандай жауап берген еді. Көптеген бизнесмен Қытайлар Қытайдың заводтарындағы тауарлардың 1 жылдық өнімін алып біздің Қазақстанға әкеліп сатады. Олар заводтарға задатка ретінде, яғни кепіл ақша тапсырып қояды да, ол заводтың 1 жылдық өнімін әкеліп біздің Қазақстанға оптым таратады. Еркін мырзадан қысқадан нұсқа жауап алдық. Егер де толық ақпарат білгілеріңіз келсе, Хамид Group компаниясына хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды Қытай өндіріс айларымен жалғастырамыз. Назарларыңызға Қытай өнімдерін ұсынамыз. Қажетті тауарды көріп қалсаңыз, Хамид Group компаниясына хабарласыңыз. Тапсырыс сізден, жеткізу бізден.
Осымен біз бүгінгі бағдарламамыздың соңына да келіп жеттік. Егер де алып қосар ұсыныстарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламаға дейін күн жақсы болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Хамид Group компаниясы және де мен Бекболатова Мадина.